Достар, сәлем. Енді бүгін біз киім және аяқ киім размерлерін таңдауды үйренеміз. Жерде рекомендацияға берген киімді ішіне кіре салайын. Мынандай бодики екен. Астына түсем. Түстім. Бұл жерде размерная сетка көрсетілмеген екен. Сондықтан бұл кішкентай баланың размері болған соң размерная сетка өте аз болады. Сондықтан қызылды басып мына жерден қарай саламыз. Мынау 0,3 деген месяц, ай ғой. Айя балдардың айына байланысты қойған. 0,3, яғни 3-ші айға дейінгі балаларға кие бересіздер мына киімді. Ал 3,6 дегеніміз 3-ші, 6-шы айлық балалардың размері. Енді басқасына кірейік. Так, мынаны көрейікші енді біз. Ең астына түсеміз. Размерная сетка болса, сол жерден қараймыз. Мына жерде бар екен размерная сетка, өздеріңіз переводчикке салып байқап көрсеңіздер болады. Бұл жерде көбінесе жаңағы мата туралы жазады. Ручная стирка ма, немесе қанша градуста өтектеуге болады, қанша градуста суға жууға болады деген сияқты информациялар берілген, размерлері берілген, сосын жаңағы қай мезгілде киюге болады деген сияқты. Енді мына жерде қызылды басып көрейік. 80, 90, 100, 110, 120, 130 дегеніміз ол біздің баланың ұзындық бойы. Мысалы, сіздің балаңыз 80 сантиметр болса, бойының ұзындығы. Осыны басып, на кофтаны таңдап ала бересіздер. Енді бұны түсінсеңіздер, басқасына кірейік. Мына аяқ киімге кіріп көрейік. Аяқ размерлерін қарап, осы астына түсіп көрейін. Мына жерде баланың аяғын ақ қағазға қойып дейді, былай қаламмен сызып алсаңыз, сосын барып метрмен өлшеңіз дейді. 14 сантиметр болса, қарайық қанша киетініне. 14 сантиметр болса, 23-ші размер киеді екен. Ал 14-те 5 болса, 24-ші размер киеді екен. Ал сіздің балаңыз аяқ киімді алғанда впритык болмас үшін, мысалы 14-те 5 кисе 15 алыңыз. Өйткені балалардың аяғы тез өседі. Сондықтан кішкене 5 мм үлкенірек алсаңыз жақсы болады. Өйткені бала аяғы кішкене бізде қыспай тұру керек деген сияқты. Енді бұны түсінсек, үлкендердің киіміне келейін. Мына жерден бір таңдай салайын бір киімді. Мына көйлекті таңдайын, егер бар болса, әдемі көйлек екенін. Тағы размерная сеткасын қараймын. Бұл жерде размерная сетка көрсетілмеген. Енді бұл көрсетілмеген жағдайда мына қызылды басамыз да, S, M, L, XL дейді. Осылай ғана таңдауға болады мына жерде. Енді бұл жерде, мысалы, сіз Қазақстанның размері бойынша M киетін болсаңыз, мен сізге советую L алғанда, өйткені бұл жерде кейбір магазинде маламерка болып жүреді. Енді прям сізге тырысып қалуы мүмкін, сондықтан L алыңыз. Үлкен болып қалса, ол ештеңе етпейді, өйткені оны сіз тіктіре аласыз, кішірейте аласыз деген сияқты. Тағы бір көйлек па, бірдеме көрейік. Так, үлкендердің бір несін көре салайықшы. Мына рубашканы қарайық. Жарайды, рубашканы көрейік. Астына ашамыз. Міне астында размер көрсетілген, размерная сетка. Бірінші тұрған окружность грудной клетки деп. Мынау 110 деген тұр ғой, мынау 110. Так, міне 110, мынау окружность грудной клетки. Мына жерде размері көрсетілген. L, мысалы, сіздің окружность грудной клетки 110 болса, 53 деп тұрған длина рукава, мысалы, сіздің қолыңыз 53 сантиметр болса, рукав, осыны таңдайсыз. Мысалы, L-ға осылар ғана келіп тұр. XL, мысалы, XL, сіздің размеріңіз XL болса, обязательно осылай сантиметрмен өлшеп қана қараңыз. Мына жерде L дейді. L бұл жерде килограммен көрсетілген. L-ка киетін болсаңыз 90-120 дейді. 40-90-да, сосын 120-ны 2-ке бөлесіз, сол кезде сіздің килограммыңыз шығады. 90-ды 2-ке бөлген кезде 45 килограмм мен 60 килограмм арасында қыздарға келеді L размері.
ал XL дейді 120 мен 150 деп тұр мына жерде. 120-ны 2-ге бөлеміз, яғни 60 кг мен 75 кг аралығында қыздарға келеді. Осылай размерді таңдаймыз.